Әлі жұмыс істеп отырсың ба? Мынаны қара. Құдай-ау, Коди. Ғаламторда бұл Мора деген әйел дейді. Жасанды интеллект суреттерінде пайда болады, егер керек анықтама енгізсек. Бірақ ол тек өлім және адам бөлшектенген суреттерде шығады. Оған сол тартымды сияқты. Міне. Бұл суреттерді Twitter және Reddit нейросуретшілерден тапқан. Барлығында бірдей түскен. Тыртық та сол ұзын қолы да. Бұл тікелей анықтамасыз. Негізі жасанды интеллектте бұл мүмкін емес. Егер бастапқы генерацияның шешімін тапсам, дұрыс анықтаманы біліп, және соны таба аламын. Ол саған не керегі бар? Ол аномалия ғой. Егер ғаламтордағы елесті бірінші тапсам, қолымнан келеді. Біз ашушы боламыз. Құдайым-ау. Шынымен де осы арқылы сені бәрі танысын дейсің бе? Өткен аптада 3 клиент менің көмегім керек емес деп айтты. Тікелей айтқан жоқ, бірақ осыны жиі естимін. Жасанды интеллект бар кезде суретшінің керегі жоқ, иә? Сенің суреттерінде өзгешелік бар. Жасанды интеллекте жоқ. Өзгешелік светке ақша төлемейді. Таң қалдыратын бірдеңе керек. Мына ақпараттық шудан мені байқауы үшін. Сенің елесің мені ұстап ал дегенге ұқсамайды. Неге? Ол жай қайғылы және жалғыз. Егер мені осындай суреттерге қамап қойса, мен де осындай болып кетер едім. Мен ұйықтаймын. Өзіңді жаңа музаңмен жеке қалдырайын. Ё-моё. Мен сені таптым.
Ханна? Hannah?